Мынаны қара, міне. Оқ тиген. Әйле. Мынау Россияның тастаған бомбасының қалғындықтары жарылған жоқ? Жоқ қой. Бар болса ішеді ғой. Afgan tilida söylerimiz, amca Qozog'chani babalarimiz kam biladi, bizlar hiç unutibdi. Tilimiz buzilib ketibdi bizda. Ana bu vaqtda bitib makam qilib, bitib deyib jayib qo'yaveradi bitib. Namoz o'qimasang, soqolni qo'ymasang, uradi bizga, jabr beradi. Afganistanдағы қазақтарымыз киіз үйді әлі сақтап келеді. Шығай берсін. Ол кімді баласы? Нақты жасыңды білмейсің, е? Қай күні туғаныңды білесің бе? Ne yo'q ay. Qozog'istonda kelgan bizni izlab kelganingizga rahmat. Ассалаумағалейкум жолаушыларым, қалдарыңыз қалай? Көптен күткен шығарылым, мен Ауғанстандамын. Қазір қасымда қос бауырым Рахимолла, Ғабділсалам. Бұйырса біз осы Ауғанстандағы қазақтардың өмірі мен тіршілігімен танысу үшін келдік. Қазір қыстақтарға барамыз, сол жақтағы қазақтардың таныс тіршілігімен сіздерді таныстырамын. Алдымен олардың тарихына назар аударайық. Қазақтардың Ауғанстанға көшуі үш кезеңді қамтиды. 1723 жыл халқымыздың басына күн туған сәт, жоңғардың толассыз шабуылы ұлтымыздың шаңырағын шайқалтты. Тарихта бұл уақыт Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама аталды. Қазақтар бас сауғалап жан-жаққа қаша бастады. Солардың бір бөлігі ауған жеріне табан тіреді. Олар Қыпшақ, Әлім, Жалайыр, Қатаған, Қаңлы, Жағалбайлы, Ноғай, Оймауыт руларынан еді. Екінші кезең Әбілқайыр ханның патша үкіметіне қосылуынан кейін болды. Патша заңына бағынбағандар қудалауға ұшырады. Ауған жерінде бауырларымыз бар ғой деп, олар жан сақтау үшін қазіргі Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан жер арқылы ауғанға ауды. Үшінші кезең осыдан бір ғасыр бұрын ашаршылық, қуғын сүргін жылдар орын алды. Қазір Ауғанстанда 300-дің де ұрпақтары бар. Олардың нақты саны белгісіз. Ал 300 жыл бұрын қоныс аударғандардың басым бөлігі пүштін, өзбек, тәжік, түрікменмен араласып, қазір қазақтығын жоғалтып алған. Қазақсыз ба, өзбексіз ба? Қазақ, өзбек. Nima deyin taqay? Men nima bilaman? Qarzaq. O'ymavut. Мынау сіздің тұратын жеріңіз. Тұратын жеріміз осы жерде. Қиналып жатырмыз. Ауғанстан дегенде дым жоқ, жоқшылық. Мына түсіп жатырмыз. Ел ағайынға бізді барғымыз келеді. Мынаны күнге қаратып бітіп қоямыз. Мынаны бітіреге байлаймыз да. Мынаған байлаймыз, мынадан барға алып күн көріп отырмыз да. Отын қанада мынаны ағашымыз жинайтын жерімді. Қыста суық боламасан да? Қыста жағатын отын ба бұл? Қыста жағатын отын. Мінеге сабан саламыз, мал. Қандай мал ұстайсыздар? Бір сиыр, 3-4 сиыр мейіріміз бар сол. Өзіңіз мектепте оқыдыңыз ба? Жоқ, оқыған жоқпын. Білмеймін тіпті. Хат танымайсыз? Жоқ. Ештеме оқи алмағанбыз. Инқилапта соғыстың ішіне кәттеді қой, соғыс бар еді. Оқитын жер жоқ еді. Етінелеге тұрады да. Нан іштерім. Осы елі ет сап қояды. Қазір ет жемейсіздер? Жоқ, әлі ет қаны. Ет жоқ па әлі? Әлі бар ғой, онда әлі жоқ ет. Бір табылса жейміз. Құдайдың атайы қағаны болады да, аға. Құдай нені атағаса, соны жейміз. Тілді қалай сақтадыңыздар? Тілден әкемізден, бабамыздан қалған тіл ғой бұл. Сол тілімізді мәккамыз ұстадық соншасы. Қазақшылығымызды жоғатпадық. Қазақшылығымызды білдіріп тұрмыз. Қазақтың тақиясына ұқсамайды ғой? Ауған тақиясы. Үстіндегі киімің? Білем ауғанша киім. Жасың 19-да, е? Иә. Мектеп бітірдің бе? Не оқиды? Мектеп емес, қарғы оқым да. Құран шәріп оқып әріге дейін. Құран оқиды? Жатты. Мектепке бірақ бармадың? Жоқ. Неге? Мектеп болмады, мектебі тұрсын. Беріледі мектеп жоқ.
Mektab жоқ, бірақ Құран үйрететін жер бар. Құран үйрететін жер бар. Енді осы балдар Құранға оқыған. Мына осы балам қари болған жаңадан. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. Мектепке бармаса да Құранды оқи алады, жатқа білет. Мысалы, мына Адай ауылында небәрі 17 үй бар, соның өзінде 2 қари шыққан. Саумайсыздар ма, сиыр? Жоқ. Май шайқамайсыз, май жемейсіздер ма? Жоқ. Май пай жемейміз. Сүт ішпейсіздер? Жоқ. Сүт ішпейміз. Жоқ қой. Бар болса ішеді ғой. Сиырлар тумады аштықтан. Қаш дейді, қаш ауқат бола ма? Берейін десең оған тәрт жоқ. Ол не? Берейін десең, шөп. Мына шөптер құрып қалған. Дейтін жерде дәнәрсе жоқ та. Әлі тоғаға барсаң, тоғайдың жыңғылы бар, сол жыңғылдардан жетті қайтып келеді. Падаға қосамыз. Пададан келеді, өлейін деп. Әйтеу соғыстан аман болдыңыздар ғой, иә? Соғыстан алжал толған өлді, алжал толма, міне. Мынаны қара, міне. Оқ дейген, әйлі. Мұнадан тиіп, Американ оқ кетті. мына аяғын көр. Кімнің оғы тиді? Тайра келді. Amerika değil mi? Amerika. Hükümette Taliban uraman deb men urib ketgan. Şalım ayağını attı sağan. Hakem de attı laganda. Bunadan ayağını. Ölüp ketdi bir şey. Hakem atıldı. Tuzxanda attılar bular. O'sha yerda burun qozoqlar bo'lgan ғой. Shu qozoqlarda ikkisini burunda Talibanlar bo'lgan, so'la atib ketgan ғой. So'ng ziyoratlari o'sha yerda. Екеуінде түнде атқан. Ana bo'lsa 2 ziyoratni Osman Misrda tunda kelib olganlar otib tashlab ketdi. So'sin bir qariya buzilib ketdi. Va Qunduz qochib ketdi, va Kabul qochib ketdi, va Eron qochib ketdi. Pokiston ketdi, bari qumruq jo'g'alib ketdi o'zqa. Babam ismi Abdurazaq, Qozoq. Mana bu dadam qavm Qozoqman. Bizler Kazakçanı pek unutmuş. Şimdi Özbekçe söylüyoruz. Farsi söylüyoruz. Bu Afgan diliyle söylüyoruz. Ama Kazakçanı babalarımız kam biladi, bizler hiç unutuptu. Dilimiz bozulup ketipti bizde. Домбыра шертуге қазір бола ма? Bo'lmaydi, hozir bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nega? Alniki shariat islomiy bor, qo'ymaydi-da. Shariatdan muxolif chiqmanglar deydi. Ал егер домбыра шерткендеріңізді көріп қойсаш. Ұрсады. Saqqalni qo'ymasak qo'ymaydi. Uradi. Namoz o'qimasang, saqqalni qo'ymasang, namoz o'qimasang, saqqalni qo'ymasang, uradi bizga, jabr beradi-ku, akşamga kelib so'raydi. So'raydi molladan. Molladan kelib so'raydi. Molladan aytadi. O'zi qaysi men kelmaydi meshitga. O'qimayman deb. Ketib so'raladi-ku unday. Şeriat oturadi. Kattalar bor ғой. Ал егер келмесеңіз. Ana uylarga bormaymiz. Kelmesang mulla aytib beradi-da, aytadi ғой. So'sin. Kelmedi. So'sin bir baradi apar turmaga qamaydi. Qamamasa bir jarima qiladi, yana qilib o'qi deb. Saqlab qo'yadi, salqin bo'lib turadi suv. Suv jilib ketmaydi. Осы суды ішеді? Осыдан күн көріс, осыдан көреді күн. Судың беті балдыр болып кетіпті, сонда да іше бере ма? Іше ол балдыр ештеңе қылмайды оны. Астынан ағып тұрады ғой мына жақтан. Балдыр бетінде қалып қояды. Зиян жоқ оның. Байқасаңыздар, үйлерде көбінесе терезе болмайды. Өйткені күн ыстық, мынау енді бұл салқын дейді негізі. Жазғы уақытта бұдан да қайнайды екен. Осындай кішігірім ғана терезе салады. Терезеде міне шыны әйнектер жоқ. Осындай целлофандармен орап қояды. Bir gilem töketdi aslında ha. Aslında gilem töküp urib o's. Bileyin tuturup alatda bitip. So'sin. Sorun var mı? Onu alatda bitadi. Maydalaydi bitip qara. Bitip maydalaydi. Shamal qiladi bitip. Shamalga tutadi-da. So'sin Sel bosib ketgan loy. Nanda bo'l bug'lay chiqadi-da. Balchiq bosib ketgan. Shamalga bitip sug'urib olib yeyib beradi-da. Serin bog'i buni o'sib
tappa qilib ilib yag'adi bular. Qishda yag'adi. Qiyinlik qish keladi qo'y. Qor keladi, suv vaqtda yag'adi. Shay, suv, non, tamoq bari o'sdan pishadi. Барлығын бірдей пішінде қойыпсыздар. Қалай істеген оны? Mana o'zi titilib turadi bu. Mana jinaydi qo'lmadi. Basadi şey. Bitta bor qo'y. Ana bu vaqtda bitib makam qilib bitib jayib qo'yaveradi bitib. Bitib jayib qo'yaveradi-da. Buni ayollar qiladi buni. Достар, сіздерде заңды сұрақ туындауы мүмкін. Өңшең ер адамдар не істеп жүр, әйел адамдар жоқ па сонда деген. Әйел адамдар бар. Олар қазір үйде. Және ағамыз айтып жатыр, кезінде бұл ауылдарда кілең қазақтар тұрған, сол кезде әйелдер мен ерлер бірлесіп жұмыс істей беретін дейді. Ал қазір енді бөтен адамдарға көрінбес үшін әйелдерін үйге отырғызған. Олар сыртқа шығып, бұлай көрінетін жұмыс істемейді. Егіс алқабында болсын, сырттың жұмысын болсын, барлығын ер адамдар істейді. Әйел адамдар үйде жабық жерде ғана жұмыс істейді. Солай ғой? Солай, Ағамызға қолқа салып жеңгелерімізді сұхбатқа келістірдім. Егер дәл осы кадрларды Ауғанстандағы тәртіп сақшылары көретін болса, мені жауапқа тартушы еді. Өйткені бөтен еркекке, бөтен әйелді суретке түсіруге, сөйлесуге мүлдем болмайды. Заңмен тыйым салынған. Адай деген қазақтан біламыз. Атым Рахима. Бұл өзі бізді ағайындардың hamması қатыны, баласы, қызы, осыларды анаяқтан бар, 7-8 қатындар ояқта бар, 7-8 қатын ана оларға бар. Мен айттым ки, өзім өтірік айтмаймын, 3 балам бар, 9 қызым бар, әр қайсымызда 7 баласы бар, оны осы Абдыжәліл дейді, осы майда бала көрсең, жасы жоқ десең, 7 баласы бар, оны отырған осыны қатыны болады, анау 3-4 қызы болады. Мына алқаптың барлығы Ауғанстан қазақтарынікі. Осы жерде мақта егет, бидай егет, қауын қарбыз егет. Тікенек шөптер көп екен, аяққа кіріп жатыр. Қауын осы жақсыла болса 2 мотор болады, 1 мотор болады. Şunu сатып балдарга bir kala, bir жетін май аламыз, күріш аламыз. Міне мұның барлығы ағамыздың жері екен, мына жаққа жоңышқа екен, мына жаққа қауын екен, ана жаққа қызанақ екен. Айтады енді, қауыннан мына жерден 1-2 тонна аламыз, сол тонна алғанды базарға апарып сатамыз, оның орнына күріш аламыз дейді, май аламыз дейді, керек жарақтарымызды солай өтейміз дейді. Еңбекқор енді, мына жақта айтып жатырмыз ғой, күн ыстық, осындай жағдай бола тұра, біздің қазақ халқы еңбекқор. Соның өзінде күнін көріп жатыр да. Айлық қанша? Айлық мен жартысын қолады, жердің жартысындағы нұспасын жарты бөліп аламыз. Айлық ретінде жеміс шығады, сол жемістің жартысын? Иә. Өз заматымызды аламыз да. Иранға барған кезде дәл осындай тағамнан дәм татып едім. Қазір енді сіздерге айтам, қандай айырмашылығы бар екен. Бисмилла. Бұл жақтардың күріші ерекше дәмді сияқты. Иә, дәмді екен. Күлдана деп қойдыңыз ба атын? Жоқ, бұл аты Сәдия. Қалай? Сәдия деген. Ой жан, тіл көзден сақтасын. Немереңіз ғой? Жасы нешеде? 2 айлық жасы. Келінді қалай сіз дейсіз? Бұл барамыз, әуелі өзіміз көреміз. Яқты жер ме, жаман жер ме. Қол мақұлымызға отырғасын. Сосын балаға келіп айтамыз. Бала сосын оны көреді.
ma'qulina o'tirsa bola so'zin aytadi bizga olib ber deb. So'zin biz olamiz. Nechtin tojikdan oldingizlar qizni? Qozoq bo'lmagan, yel bo'lmagan. O'sha yerda bola aytdi, ayol olam dedi. So'zin men aytdim, ayol olsang yel ag'ayin bo'lmasa bu yerda men sana olib bersam. So'zin o'z qizni olam dedi. So'zin olam desam men aytdim, bolam olib berim. Olib berim so'zin o'z bolam. Qabrlar taudun basında turadi ekan. Endi hozir chiqib ata-baba ruhuna Qur'on bag'ishlaymiz. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nanesi Qozoqni cho'mish ana. Cho'mish. Sho'mish ruhi degan so'z bu dunyo beradi. Cho'mish endi Qozoqda belgi bo'ladi endi burungi. So belgini qo'ygan. Bu yerda yotgan Qozoq ekanini bilish. Iya, Qozoq bilish. Ana cho'mish bor boshqa joylarda. Ne Qozoq so'zlami? Yana Qozoq yozilgan. Akasining ati Tillabay. O'zining ati Abubakar. 25 yaşında qaytish bo'lgan. Jasimiz 18'de. 18'de meniki qo'y so'yib жатыр. Iya, qo'y so'yamiz. Buna qo'yda kimning hurmatini so'yib jatsizlar? Sizdan. Rahmat. Qozog'istonda yerdan kelgansiz? Qozog'istonda yerdan kelgansiz, ne? Nashiq qarni tozalaysizlarmi hozir? Hozirga toza bu bekar bo'lmasa pastadalama 2 beramiz. 2 berib tozaysizlarmi? Iya. Nega olaysizlar? Adam tozalamaydi ne? Bu yoqda tozalamaydi-ya? Iya. Nashiq qarindi. Qozog'istonda yerdan bizni izlab kelganingizga rahmat. Rahmat. Mana do'stlar, janaga kechki asimizda dayım bo'ldi. Hozir ovqatlanamiz, ovqatlanib жатырмыз. Osla jigitlar yet asib kadimgi sirni dayındagan ekan. Alqas bo'lsin. Sardar ağamızın şangırağında tünedim. Dalada osla yıqtadık. Taza havada öte жақсы uyqum қалып қалды кәдімгідей. Тек масалар көп. Тоқтардың даусымен ояну деген осы. Қазақтарды іздеп Ауғанстанның бір шетінде жүрміз. Қазақтардың өзі қоныстанбаған жері жоқ сияқты. Жол өте нашар. Көлігіміз жарты жолда сынып қалды. Қазір енді жақын маңдағы қаладан көмек күтіп отырмыз. Ана о киіз үйлерді көрің, мына қоша-қоша киіз үйлер тігілген. О жерде тігілген, о жерде мына бір бидайларды егіпті, мына бидайды. Мына бидай, арпа бидайды, бұлар қазір жылқы мына қосырып, сразу егеді бұл жерге. Трактор жемейді, трактор бұл жерде машин жоқ бұл жерлерде. Бұл жақта тұратындар тек қазақша ғана сөйлей ма? Тек қазақша ғана сөйлейді. Қазіргі заманауи қазақша болсам, баяғы қазақшасын сөйлейді. Бәрі сөздері қазақша, өлеңдері қазақша. Ол жаққа барамыз. Я барамыз, ауылға барамыз. Біз қайтпаймыз. Көлік сынса да қайтпаймыз. Белгілеген мақсат қойған жерімізге жетеміз бұйырса. Жаңа бір басқа бір машина келіп, барамыз burada. Құдай қаласа иншалла.
Мәссаған достар, өз көзіме өзім сене алар емеспін. Осы аймақтың барлығын қазақ халқы, қазақ жұрты мекендейді екен. Мәссаған. Қазақтарымыз қашып қайда келген? Babalarımız alıp gelgen şöpürler, Qaraqdan alıp gelsen, Qurshaqandan alıp gelgen. Qurshaydeken qaysım. Qozog'istondan olib kelganlarga shu vaqtda. Albatta. Madya boshqasi bor. Ana shundan qolgan. Besik бар екен үйде. Бұл кәдімнен қан бар. Мынаны қараңыздар, мәссаған, мынаның іші тура бір мұражай ғой. Киіз үйді. Төп шіркін-ай, жарықты дұрыстап жағу керек. Мынаны қараңыздар, қазір біз таудың ішіндеміз. Бұл жерде кім тұрған кезінде ата-бабаларыңыз осының ішінде тұрды ма? Ата-бабаlarımız avval kelip shunda sukunat qilgan. Мынаны қараңыздар, жарған аттары жүр. Өте кең мына өңірдің іші еді. Дәл қазір кешкі түнгі уақытта қалып қойдық. Бағана көздеріңіз көрдіңіздер, ол көлігіміз сынып қалды. Кезінде ақ әскерден, одан кейін қызыл әскерден, кейіннен ауғанның үкіметінен қашып, осы тауларға жасырынған, таулардың ішін кәдімгідей қазып үңгір қылған. Биіктігі қараңыздар, менің бойымның өзі 182 сантиметр. Енді биіктігі бір 3 метрдай болады, 3 метрден асып кетпесе. Үйдің төбесінен биік ше. Міне қараңыздар. Бұл қазақ, таза қазақ міне. Көзіне қарасаңыздар. Бет әлпеті бәрі қазақтан аумайды. Атың кім? Атың кім? Атың кім? Сөйлей ма? Атың кім? Сөйлейсің ба? Мінеке, ата, алыңыз. Алыңыз немереңіз. Қазақ ба? Ал. Қалайсың? Қалың қалай? Кел. Жабай болыпты ғой. Қазақ бача. Бұлар неге сөйлемейді? Ұялып тұр ма қазір? Ұялып тұр. Енді бұлар сөйлескенім жоқ. Бұлар адам көрмеген тауда жасап жүрген адамдар. Сөйтіп бәрі бұл жерде бір 500 үйде қазақ бар. Болың башын майлаңды алып қой бақы. Ана. Senin atın kim? Hasan. Hasan? Hasan? Neşedesin? 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 15'te mi 16'da mı hiç onday? 16. Нақты жасыңды білмейсің, е? Қай күні туғаныңды білесің бе? Не, жоқ ай. Білмейсің бе? Қазір қандай күн екен білесің бе? Жоқ ай. Бүгін нешесі екен білмейсің бе? Білемәні. Çarşamba, şeşamba. Yok, çarşamba bugün düşenbe. Düşenbe be. Домбыра бар ма үйде? Домбыra бар еді ке бұна Талибанда ақтыға сындырып тайлады. Тәліптер сындырып тастады ма? Сындырып атып жіберді. Сіз домбыра шертіп алатын бедіңіз? Мен домбыра шертіп берардым ке бұны берген мұна домбыра жоқ деген. Домбыраны сындырды Марат. Не үшін сындырып тастады олар? Сындырып атты, пысқы пысатты, мұнда баяттық қоймаса да қорқышымыздан өзлеріміз көң қып жібердік. Шариғатқа қайшы? Шопанды қыламан. Шопан? Қанша қойыңыз бар? Қойыма мұнша жоқ бір 5-10 бар. 500? 10 бар. 10? 10 қойыңыз бар ма? 10 қой бар. Расымен 10 қойыңыз бар ма? Әлде сіз санай алмай тұрсыз ба? 10 бар. 10, е? Көп емес. Сізге қазір сұрақ қойын, қазақтың ұлттық аспабы қандай? Қазақтың ұлттық аспап. Ұлттық аспап. Қазақты ұлттық, бір ұлт қарайды. Өзбек бір ұлт болады, қазақ бір ұлт болады. Анау сіз құлағыңыз ауыр ма немеді? Тажик бір ұлт болады. Енді şu қазақты ұлттық аспабы. Енді қауымның аспабы. Қалай неме дейді? Не деп сұрадыңыз? Иә, қандай? Қандай деп сұрады? Оны білесіз ме дейді? Оны аспабını білмеймін мен. Ne için bilmeysiz? Aspabından ne mana aspabı? İyiydi aspabı. Xat оқи аласыз mı? Жоқ. Xat оқи алмаймыз. Жақсы. Енді міне көріп тұрсың. Бұны мен сұрағаным үшін айып етпеңіз.
Өйткені мен бұны сұрағандағы себебім, мақсатым бұл жақтағы қазақтардың қаншалықты сауатты екенін білгім келген. Енді хат танымайды, өздеріңіз көріп тұрсыздар, оған мүмкіндік жоқ мына жерде. Медресе бар, мектеп жоқ. Дәл осындай сұрақтарды, егер сіз Қазақстанға барғыңыз келсе, ол елшілікте де қою мүмкін. Сол кезде сіз жауап бере алмайсыз, содан кейін сізді Қазақстанға жібермейді. Міне осы себепті, міне осындай үлкен бір мәселе бар. Бұл кісілер, және көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз, бесігі бар, ұлттық міне киіз үйі бар, кереге шаңырағы, атасы міне қазақтан екенін анық дәлелдейтін материалдық дәлелдер бар. Бірақ бұл кісінің сауаты төмендеу, өзінің қазақ екенін дәлелдей алмай қалуы мүмкін. Міне осылай қанша қандас бауырларымыз, қазақтарымыз елден жырақта ерге келуге мүмкіндігі болмай, айдалада осындай үңгірде қой бағып жүреді. Бұл кісілердің енді ұрпағының да өзі, және көріп тұрсыздар ғой, хат танымайды, сауат танымайды, тіпті жасын да білмейді. Қалай достар, шығарылым ұнап жатыр ма? Жалғыз жолаушының Ауғанстан сапарына қолдау көрсеткен Чока холдингінің басшысы Рамил Мухаряпов мырзаға ерекше алғысымды білдірем. Сол кісінің қолдауымен біз Ауғанстанға келдік, және осы жақтағы қазақтардың өмірін сіздерге көрсетіп жатырмыз. Бұйырса, жалғыз жолаушы және Чока серіктестігі ұзаққа созылады деген ойдамын. Алда әлі талай сапарлар көре жатарсыздар. Қазақ контентін дамытуға ат салысқан демеушімізге алғыс айтам. Шыға бер. Бұл кімді баласы? Сіз балаңыз ба? Ауғанстандағы қазақтарымыз киіз үйді әлі сақтап келеді. Бұл бабаларынан қалған киіз үй. Біз әдейі күн жарықта түсіру үшін осында қондық, түнедік. Сол заманнан ата-бабасы Қазақстаннан алып келген қазақ үйлер екен. Керегелері, уық, шаңырақтарының барлығы сапасын жоғалтпаған. 150-180 жыл өтсе де ше. Мына маталарының барлығы өңін бермеген. Өте сапалы жасалған. Бауырым, тістеріңді қалай тазалайсыңдар? Тауларда біраққа мысвактекі неміса барың, шомарам тазалаймыз. Тауда өсетін шөп? Өзі Құдайы барың. Көгерады. Мына білнесі мұна мен. Тазалаймыз. Не тоқып жатырсыз? Қап тоқып. 5 күнде, 4 күнде тоқиды. Мұнысы ояқ, мұнысы көтергі. Мұнысы ғадарғы, мұна қылыш. Не тоқып жатырсыз? Не тоқып жатырсыз? Неме тоқып жатырсыз? Қоп. Қап? Қоп. Қоп деген не ол? Қап, бидей сорады. Қап. Бұл жақта әйел адамдар негізі жүздерін көрсете бермейді. Өте қиын олардың сұхбат алу. Фатима әженің келіскені бізге өте жақсы болды. Мына құдыққа келдік. Бұл жерде су жиналады. Жаңбырдың, қардың, суының барлығы мінекей таудан төмен түсіп, мына арық арқылы құдыққа жиналады. Әйтпесе құдықтың ішінде су жоқ. Сөйтіп жиналғаннан кейін мына ауылдың тұрғындары сол судан пайдаланады. Қазір бітіп қалған ғой деймін, ішінде су. Осылай бірнеше құдықтар жасап тастаған ғой. Кәдімгі таза су жиналады екен ғой. Таза су. Бұл құдықты кім қазған дейсіз? Атам қазған, атам. Атаңыздың аты кім? Аты Құрбан, Ажы Құрбан. Мынау Россияның тастаған бомбасының қалғандықтары жарылған жоқ. Сол жерге қалған. Бұл жерге Россия келгенде соғыста өте көп бомба тастаған. Мынау